4 сынып, ТЖБ 4-тоқсан. Кеттік. ТЖБ-ға кіріспес бұрын мен мына жерге WhatsApp номер қалдырып кеттім. Я сіздерге басқа ТЖБ келетін болса, қазір мен талдаған ТЖБ-дан басқа нұсқасы келетін болса, жаңа нұсқасы келетін болса, осы номерге жіберіңіздер, мен сіздерге тегін жасап беретін боламын. Яғни тегін ТЖБ нұсқасын талдап беретін боламын, жауаптарын жіберемін. Кеттік. Ең бірінші бізде listening тыңдалым бойынша сіздерге мына берілген сөздерді мына орындарға қойып шығуымыз қажет. Ең бірінші жерге бізде fiction болады. Келесі ол бізде today robots are real болады. Келесі мына жерге car. Келесі мына жерге old. Яғни қарт адамдарға көмектеседі дейді. Келесі бұл бізде оқылым бойынша біз сіздермен мына 8 сөйлемнің ішінен 3 артық сөйлемдерді табуымыз қажет екен. Қазір біз сіздермен соларды не істеп шығамыз, алып шығатын боламыз. Ең бірінші, олар адамдарға ұқсамайды дейді. Бұл текст ұқсайды деп берілген, бірақ текст бойынша ұқсамайды. Біз осыны алып тастауымыз қажет. Келесі ол бізде 4-ші сөйлем. I think we will hear them. Бізде қате болып саналады. Және де 8-ші сөйлем. We will ask them about our future. Бұл тоже бізде текст бойынша қате болып табылады екен. Яғни қалған 5 сөйлем бізде текст бойынша сәйкес келеді. Бірақ осы 2, 4 және 8-ші сөйлемдер бізде не болады екен? Қате болып табылады екен. Так, осымен біз келесі 3-ші тапсырма, writing тапсырмасын сіздерге жасап берейін. Біз сіздермен мына берілген нелерге, сөздерге сөйлем құрастыруымыз қажет. Яғни ол сөйлемдердің ішінде sometimes, often, always және never, яғни present simple шағы қолданылуы қажет екен. Кеттік. Біріншісі the rocket often travels to outer space деп жазасыздар. Келесі. Келесі the telescope sometimes helps us see distant stars. Деп жазасыздар. Келесі the sunglasses never protect your eyes in the dark. Деп жазуға болады. Келесі the astronaut always wears a spacesuit during a spacewalk. Деп біз сіздермен талдауымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.